Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай қатпарлы, қытырлақ самсаның 5 түрін көрсететін боламын. Қалай тию керектігін. Көріп тұрғандарыңызда өте дәмді және де өте қытырлақ болып шығады. Ең алдымен бізге осындай қытырлақ слоеный самсаның қамыры керек болады. Мен бұны өзім жасадым қолдан. Егер жасалу жолы керек болатын болса, менің YouTube каналымда бар, соны көрсеңіздер болады. Ең алдымен жайылған қамырды осылайынан бір шетін кесіп, ішіне салмасын салып, осылай түйетін боламыз. Міндетті түрде артқы жағын қатты қылып түйіңіздер, ашылып кетпейтіндей осылайынан. Сосын сіздерде осындай тамшы сияқты форма шығады. Бұл біздің бірінші формамыз. Екінші келесі формамызды тура осылай қамырымызды жайып, төрт шетінен мантына түйген сияқты түйетін боламыз. Видеода көрсетілгендей, бұл жерде бізде 4 бұрышты самса шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай 4 бұрышты шығады. Келесі үшінші түрі, бұл өзіміздің күнделікті жайып түйіп жүрген самсамыз. Бұны барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Осылай 3 шетін 3 бұрышты қылып түйіп саламыз. Келесі төртінші түрі, бұл бізде өрілген самса, яғни осылай екі салмасын ортасына салып, осылай екі шетін жақсылап жабыстырып өретін боламыз. Өру жол өте оңай, бірінен соң бірін былайынан өріп жабыстыра бересіздер. Қаттырақ бассаңыздар, ең бастысы өткен ашылып кетпеу керек. Осылай шеттерін өріп, осылай түйетін боламыз. Сонда бізде осындай әдемі өрілген самса шығады. Бесінші түрі, бізде осылай салмасын салып, бұны дөңгелек етіп түйетін боламыз. Осылайынан барлығын бір шетке жинап, осылайынан ішіне сала бересіздер, өре бересіздер. Егер де сіздерге түсініксіз болса, видеоны қайталап көрсеңіздер болады. Осылайынан беляшиді түйген сияқты осылайынан түйіп, только осылай артынан қаратасыздар, сонда бізде дөңгелек самса шығады. Барлық формадағы самсаларды осылайынан түйіп алдық. Жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешке салып алып пісіреміз. Пісірген кезде осындай өте дәмді, өте әдемі формада осылайынан қытырлақ, қатпарлы самса шығады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде каналға тіркеліп, қазақша контентті қолдаңыздар. Сіздерге қай түрі өте қатты ұнады, комментарияға жаза кетіңіздер. Бұл самсаның жасалу рецептері өте оңай. Егер де тестасы керек болатын болса, менің YouTube каналымнан қарап көріп алсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Дәмді тағам жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер.